Құрметті пайдаланушылар, назарларыңызға пәндердің бірыңғай анықтамалығын сәйкестендіру нұсқаулығын ұсынамыз. Пәндердің бірыңғай анықтамалығын сәйкестендіру үшін біріншіден менің мектебім бөліміне өту қажет, әрі қарай кілттің суретіне басу қажет, яғни мектеп әкімшілігінің арнаулы парақшасына өту қажет. Әрі қарай анықтамалықтар блогында пәндер батырмасына басып, пәнді таңдау қажет болады. Пәнді таңдау үшін оның атауына басу қажет болады. Мысалы, алгебра. Назар аударыңыздар, пәндердің бірыңғай анықтамалығын сәйкестендірген уақытта мектеп әкімшілігі барлық пәндерге кіріп, қажетті баптауларды орнатуы қажет. Пәнді таңдағаннан кейін назар аударыңыздар, қысқаша атауы алгебра. Осы қысқаша атауы тек әкімшіге сабақ кестесін жасаған уақытта көрінетін болады. Пәннің толық атауы жылдың соңында журналды басып шығарған уақытта пәннің атауы ретінде көрсетілетін болады. Пәндердің бірыңғай анықтамалығы, назар аударыңыз, бұл күнделік жүйесінде жаңа жол болып табылады. Оны сәйкестендіру барысында атауына басу арқылы арнаулы бекітілген пәндердің тізімі шығатын болады. Қазіргі уақытта алгебра немесе алгебра және анализ бастамалары екі таңдау бар. Алгебра атауын таңдағаннан кейін ОБДК пәннің атауын орнату қажет болады. Яғни, пәніміз алгебра болғандықтан қажетті алгебра атаулы пәнді таңдау қажет болады. Білім саласы қосымша түрде сіздерге барлық білім салаларды ұсынады жүйе. Біз қажетті білім саласын таңдаймыз. Есептердегі көріну деңгейі бұл куәландырумен немесе куәландырусыз деп екі түрден таңдау қажет болады. Куәландырумен түрін таңдаған уақытта бұл пән негізгі болып табылатындығы туралы және де барлық есептерде көрсетіліп тұратындығы туралы ақпарат бекітілген. Куәландырусыз түрі, егер куәландырусыз түрі таңдалатын болса, онда үлгерімі және сабаққа қатысуы бойынша есептерде көрсетілмейтіні туралы хабарлайды. Критериалды бағалау бөлімшесінде қорытынды аттестациялауды таңдау қажет, яғни жиынтық бағалау бұл есептік кезеңнің соңында БЖБ және ТЖБ-ны өткізу білдіреді. Әрі қарай сынақ 90, егер әр 90-ның соңында ЕСП және ЕСЖ, яғни есептелінген жоқ секілді бағалар қойылатын болса. Және сынақ жарты жыл, егер де қорытынды аттестациялау жарты жылдықта бір рет өтетін болса. Қажетті параметрлерді таңдап болғаннан кейін сақтау батырмасына басу қажет. Қосымша түрде, егер вариативтік компонентке жататын пәндер бар болса, мектептің параметрлерінде, мысалы, бүгінгі заман әдептері және діни негіздері секілді пән. Бұл пән негізгі болып табылмайды, сондықтан пәндердің бірыңғай анықтамалығында шығатын пәндердің тізімінде болмаса, онда бос орынды қалдыру қажет болады. ОБДК пәннің атауы басқа деп таңдалады, ал білім саласы басқа деп түрін таңдау арқылы қажетті өзгерістерді сақтау қажет болады. Назар аударыңыздар, егер тілге жататын пәннің параметрлерін өңдейтін болсаңыз, мысалы қазақ тілі секілді пән, онда пәндердің бірыңғай анықтамалында қосымша өрістерді көресіздер. Мысалы, егер қазақ тілі бойынша оқитын сыныптың пәні болса, онда негізгі пән ретінде қазақ тілі деген өрісті таңдау қажет болады. Егер бұл пән, яғни қазақ тілі пәні, орыс тілінде оқитын сыныпқа жататын болса, онда қазақ тілі 2 деген мәнді таңдау қажет. Оған қоса, егер сыныптың ішінде ағылшын тілі оқытылатын болса, шет тілі өрісті таңдалады, ал егер шет тіліне қоса басқа да бір шетел тілі оқытылатын болса, мысалы неміс тілі немесе француз тілі, онда шетел тілі екінші таңдалатын болады. Орыс тілімен де тура осылай, яғни егер сынып орыс тілінде
сабақ оқитын болса, онда орыс тілі бірінші пәні таңдалады. Ал егер қазақ тілінде оқитын сынып болса, онда орыс тілі я екі өрісі таңдалады. Қажетті өрістері таңдап болғаннан кейін міндетті түрде өрістерді сақтау қажет.